Сәлеметсіздер ме? Мен Раис Перизат Марат қызы. Қазалы аграрлық техникалық колледжінде ветеринария мамандығы бойынша өндірістік оқыту шебері болып жұмыс жасаймын. Сіздерге көрсететін жұмысым қолдан ұрықтандыру кезінде құрал мен аспаптарды дайындау үшін физиологиялық ерітінді дайындау. Мен қазір 100 мл суға 70% спирт дайындаймын. Ол үшін бізге 70% спирт ерітіндісінен 96% спирттен 73 мл аламыз. Қазір 96% спирттен 73 мл аламын. Мен қазір 70 мл құйдым, қалған жетпеген 3 мл пипеткамен аламын. Енді осы 73 мл спиртімізге 100%-ға дейін жеткізіп, дистилденген су құямыз. Осымен біздің спиртіміз дайын болды. Оны біз арнайы спирттің құтысына құйып дайындап қоямыз. Кезекте біз хлорлы натрийді ерітіндісін дайындаймыз. Ол үшін бізге таза химиялық хлорлы натрий қажет. Оны біз өлшеп аламыз. Аптекалық таразының көмегімен өлшейміз. 0,9 грамм аламыз. Біздің таразымыз тең болды. Енді біз бұл натрий хлорымызды дистилденген таза суға ертеміз. Міне бізде қазір 1 литр су дайын тұр. Соған хлорымызды саламыз. Салып болғаннан соң оны шайқаймыз. Алдын ала дайындаған ерітіндімізді дайын құтыға құйып дайындап қойдық. Ол тек 1 тәулікке ғана жарамды болып есептеледі. Сонымен біздің ерітіндіміз дайын.